Келесі этап ол бізде выявление потребностей. Выявление потребностей квалифицирующий сұрақтарды қоя алуыңыз керек. Сіздің жаңағындай каменный мойка ма, каменный мойкада литая мойка бола ма, жаңағындай стройный техника бола ма, олардың размерлары бар ма, до потолка ма, до стены ма, холодильник қандай размерде, екі есікті ма, бір есікті ма деген секілді, морозильник астынан ба, үстінен ба деген секілді, ручкамен ба, ручкасыз ба, интегрированный ручка ма, әлде интегрированный фасадтағы ручка ма, интегрированный кухнядағы ручка ма, жаңағындай подсветка бола ма, болмай ма, стеклянный есік бола ма, болмай ма, пенал бола ма, болмай ма деген секілді квалифицирующий сұрақтарды қою маңызды. Квалифицирующий сұрақтарды қойған кезде сіз эксперт ретінде танисыз клиенттің артында. Эксперт ретінде таныған кезде сізге доверие болады. Доверие пайда болғанда клиентке сату жеңіл болады. Тегінде бұл этапта алып тастау, бұл этапта немқұрайлы қарау дұрыс емес бауырлар. Неғұрлым көп сұрақ қойсаңыз, соғұрлым сіз дұрыс. Мысалға, например, мына есік оң қолға ашыла ма, сол қолға ашыла ма? Мойканың сушкасы оң жағында ма, сол жағында ма? Мысалы, сушка мен мойкалар болады, көрдіңіз ба? Сізді мен мысалға, сіз оны бұған дейін білмедіңіз, бірақ мен бүйтіп оң қолға ма, сол қолға ма деп сіз ойланып қалдыңыз. Көрдіңіз ба? Бұл менің эксперт, бұл саладағы эксперт екенімді таниды. Сол себепті маған менен болмаса, например, бір светті заказ берген кезде мен интерьерді сұраймын да, сол интерьер бойынша жасап беремін. Болмаса сол интерьердің одан да жақсы әдемі түрлерін сізге көрсете аламын. Бұл менің эксперт, бұл салада қаншама уже квартира, үйлерді қойып тастағанның белгісін көрсетеді. Менімен заказ берсеңіз, сіз точно даже 200 мың переплата жасаса да клиент довольный болып қалады. Өйткені әйел адам 60-80% үйде жүргенде кухняда өткізеді. Ал кухня удобный болса кайф ол. Ол менің опытымнан білсеңіздер болады. Шын айтамын, мен даже өзімнің үйіме ең мықты механизмдардан жасаған кезде мен әйелімнің қалай доводчиктар бет өзінен жабылып, балаларының қолданған көргенде шын айтамын, мен өзім ер адам кайфовать еттім. Шын айтамын, бір расымен бір сондай бір тамсанасың ана нәрсеге. Сондай нәрсе. Келесі этап ол презентация. Презентацияда маңызды 3 нәрсе бар. Ол даунселл, кросселл, апселл деп айтамыз. Даунселл деген бағаны түсіру. Кросселл деген бағаны дополнительный нәрсе сату. Апселл деген бағаны көтеру. Енді ол қандай жағдайда сіз бағаны түсіресіз, бағаны көтересіз, болмаса дополнительный клиентке тағы нәрсе сатасыз. Бұл да өте маңызды этап. Сіз высокий чек сегментіне жұмыс істейсіз, сондықтан бұл сіздің кәсібіңіздің оборотына қатты рөл ойнайды, бауырлар. Мысалға, мен миллион деген клиент келді маған. Мен оған сұрақ қойған кезде, квалифицирующий сұрақтар қойған кезде мына нәрсені байқаймын. Мысалға, сізге камин инсталлейшн мен ба деп сұрақ қоямын. Клиент айтады, я, мен камин инсталлейшн. Адам түсінесіздер ма? Адамдар өзіне удобный нәрсені заказ бергісі келеді. Ол бұрыннан камин инсталлейшн қолданса, значит камин инсталлейшн заказ бергісі келеді. Өйткені ол более удобный. Егер де ода крашеный МДФ болатын болса, ол қазір, скорее всего, ламинатқа болмаса, жаңағы неменеге келіспейді. Рыночный МДФ-қа. Түсінесіз ба? Өйткені оның уже уровень жизни солай. То есть, одан азға келіспейді. Бірақ сіз ол этапта былай айтуыңыз керек. Егер де камин инсталлейшн болатын болса, значит, сіздің бағана сіз маған миллион дедіңіз ғой. Ол миллион 300 мыңға шығып кетуі мүмкін. Өйткені камин ол қымбатырақ қой деген секілді ше, например. Клиент согласие берген болса, значит, біз апселл жасай аламыз. Бағаны көтере аламыз деген сөз. Түсінесіз ба? Бірақ мен точно білмеймін қаншаға дейін көтеретінімді. Но менде ощущение бар. Енді ойлаңыз, 30%-ке мен баға көтеріп жатырмын. Ойлаңыз, сіз, например, сіз 10 миллионға сатуыңыз мүмкін, бірақ сіз апселлді қолданып, айдың соңында 13 миллионға сауда жасаңыз апселл арқылы. Сондықтан бұл өте маңызды. Квалификация кезінде, выявление потребностінің сұрақтарын қойған кезде, сіз клиенттің более платежеспособный ма, платежеспособный емес па екенін біле аласыз. Үйтіп, қымбат па, арзан ба деп айта отырып, түсінікті, Енді даунселл, егерде біз клиентке айтатын болса, миллион 300 маған қымбат болады, бауырым, мен миллионға ғана рассчитывать етіп отырмын дейтін болса, значит, даунселл жасаймыз. Жақсы, онша апай алып тастайық деген секілді. Сондай мәселе. Сосын кросселл, егерде клиент уже біз клиенттің замерінде болдық, замерінде жүрміз, клиенттің үйін пустой екенін көріп тұрмыз, біз клиентке тағы да не сата аламыз? Клиентке прихожка сата аламыз, клиентке спальный гарнитур сата аламыз, клиентке егерде сіздерде поставщиктердің сондай поставщиктер бар, чисто кухняның техникасын сатады. Кухня, жаңағындай стройный холодильник, варочная поверхность, вытяжка деген секілді. Соны сата аламыз.
иә, бұның бары кросс-селл, бұл дополнительный чек болып саналады, көрдіңіз ба? Сондықтан бұның барлығын сатуда бұл өте маңызды. Мысалға, клиенттің үйде пустой, прихожкасы жоқ, бірақ адам неменеге кірер кезде, квартираға кірер кезде ол по-любому кухня заказ береді, прихожка заказ береді, как минимум спальный гарнитурға спальня заказ бермесе де кровать заказ беретін болады. Сондықтан кем дегенде сол секторда қосып алсаңыз болады. Сізге заказ бермесе, сіз ол туралы айтпасаңыз, басқалар алып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан кросс-селл деген сол. Сосын тағы айта кететін нәрсе, апселлді қараңыз. Апселл, бұл өте мықты инструмент, чекті көтеру, бұны құндылық арқылы жасауға болады еще. Құндылық арқылы дегеніміз, мысалға, клиентте каменный installations емес, пластфарминговый installations, пластик installations, іші ЛДСП, сырты пластик болады оның, 0,8-1,2 миллиметрлік пластик болады. Сіз айтасыз, қараңыз, апай, біз бағана сізге таңдадық, пластфарминговый installations таңдадық, ол влагостойкий. Ал каменный installations 100% водостойкий. Құндылық бар ма? Сіз кухняны 10 жылға заказ беріп жатсыз. Минимально адам кухняны 10 жыл, 20 жылда ауыстырады. Құндылық бар ма? Көрдіңіз ба? Бір 300 мың теңге төле, но бірақ сіз 10 жыл қолданасыз оны. Сіз лучше қазір 300 мың теңге переплатить, лучше. Көрдіңіз ба? Құндылық арқылы апселл жасауға болады тағы да. Басқа да құндылықтар бар, мысалға алатын болсақ, выдвижной ящиктар. Адамдар кухняның астына былай мынандай есік қояды. Ол кухняның астына мынандай есікке еңкейесің, алдыңғы заттың артындағы затты көрмейсің, дұрыс па? Ыңғайсыздық. Ал выдвижной ящик тұрса үлкен. Қарайсыз, аштың, бәрі көз алдыңда. Көрдіңіз ба? И плюс еще доводчик болса, оны жауып қаласың, ол еще олындай выдвижной ящиктар 15-20-25 килограмм көтереді, ойлаңыз. Ол жерде құнды үлкен заттарды қоюға болады. Ашасын, көресің, жібердің, водоводчик бар. Құндылықты беріп тұрын ба? Удобны ма? Клиент үйінде 60-80% үйінде кухняда жүре ма? Ол сол жерде бүйтіп еңкейіп жүргенше сол қолданған ыңғайлы ма? Ыңғайлы. Сол бір ящикке бола бір 60 мың, 40 мың теңге қосылады. Мысалға, бір ящикке. Сонда 4-5 ящик қоя сал. Или 2-3 ящик қоя сал, егер де сонда қатты неме болмаса. Сондықтан, бауырлар, бұның барлығы апселл арқылы болады. Именно презентация кезінде сату. Енді тағы мынандай мәселе. Презентацияда, жаңағыдай 3 этапты айттық қой, апселл, кросс-селл, даунселл. Одан бөлек клиентке бір емес вилка цен деп айтамыз. Вилка цен қоямыз. Вилка цен дегеніміз бір баға бермейсіз. Бір баға беру дұрыс емес. Егер де мысалға, міне апай, сіздің кухняңыз 1 200 000-ге шықты деп. Олай келмейді. 1 200 000-ге санаңыз, 1 500 000-ге санаңыз, 1 800 000-ге санаңыз. И каждыйында құндылығын айтып отырыңыз, түсіндіріңіз. Клиентке маркетинг бойынша, егер де маркетингтің сабақтарын білсеңіз, клиентке 3 түрлі баға берсеңіз, көбінесе ортаңғы, болмаса қымбатын таңдайды. Статистика бойынша ортаңғы, болмаса қымбатын таңдайтын болады. Сондықтан бұл өте маңызды этаптардың бірі, иншалла. Енді тағы да келесің. Бұл презентация ғой. Презентация кезінде сіздерге желательно барын 3D проекттер жасаған дұрыс. Оны үйренетін ссылканы береміз. Сол ссылка арқылы просто программасын жеңіл түрде үйреніп алсаңыз болады. Жақсы компьютерде жақсылы адамдар 1-2 күннің ішінде үйренеді. Енді біраз қиналатын болсаң, 1 аптаның ішінде үйренуге болады. Бірақ ол да керек. 3D программамен салу өте маңызды. Қазір бүйтіп тек қана қолмен салу, тек қана қолмен барып замерге жасап, тез салып, бағасын айтып, приблизительно бағасын айтуға болады. Бірақ кейін 3D проекті өте маңызды. Қазір 3D проектсіз, ондайша сіз енді өзіңізді бір гаражный производство секунды позициясы 3D проектпен бәрін жақсы грамотно келіп істейтін болсаңыз, ол сіздің уровеніңізді көрсетеді, және де более серьезный подход екенін көрсетеді. И және де утвержденный проектке кейін қол қойдыртасыз, размерларын жазасыз. Бұл жерде өте маңызды, соның барлығын соблюдать ету, иншалла. Ол жерде ештеңе ұмытпайсыз, сондай мәселе бар, Енді 3D проектпен жасау, ол қымбат сатудың көрінісі болады. Мен сізге айтайын, қымбат сату үшін 3D проект салу өте маңызды. Ол бір. И соңында сіз баға айтасыз ғой. Баға айтқан кезде құндылығын айтып барып баға айтылмайды. Баға айтылып барып құндылық айтылады дегенде. Сіздің кухняңыз, апай қараңыз, сіздің кухняңыз нандай нәрсемен 1 200 000 теңге шықты деп айту келмейді. Сіздің затыңыз нандай нәрсемен 1 500 000 шықты деп айту. Жоқ. Сіздің кухняңыз 1 500 000-ға шықты, МДФ фасадтарымен, крашеный МДФ-пен, литой мойкамен, на механизмнің 4 ящигі осы жерге қойылған себепті мындай.
сол кезде адам құндылыққа көңіл бөледі. Ал егерде құндылығын айтып барып құнын айтсаңыз, онда ше адам құнына көңіл бөледі. Өте маңызды. Құндылық маңыздырақ. Адамдар, люди готовы переплатить просто потому что за именно ценность, а не цену. Ойлашы енді, например, телефон, iPhone телефоны бар. iPhone телефоны мен өзімнің негізінде мен iPhone телефонына мұқтаждығым жоқ, расына келген кезде. Бірақ iPhone телефоны шыққан кезде, мысалы қазір 17 шығады ғой, 17 шыққан кезде адамдар не істейді? 16-ларын, 15-терін, 14-терін, 13-терін сатып, 17-ін сатып алады. Құндылық неде? Құндылық телефонда ма? Жоқ. Телефон керек болса, өзінің телефонымен WhatsApp-пен қолдана ала ма? Қолданады. Instagram-мен қолдана ала ма? Қолданады. Телефонға звондай ала ма? Звондайды. Фотоға түсіре ала ма? Түсіре алады. Новые технология. Құндылық бұл жерде новые технология. Баға емес. Баға қымбат болған себепті алып тұрған жақта. Көрдіңіз бе? Сондықтан құннан көрі құндылығын жеткізу сатуда өте маңызды. Сол себепті сіз құндылығын көбірек жеткізуге тырысасыз. Үшінші модульдің екінші сабағы аяқталды. Келесі сабаққа өтіңіз. Иншалла ол жақта қалған этаптарды тамамдаймыз. Көп рахмет.